Қайырлы күн әріптестер. Бүгін мен сіздерге жасанды интеллект туралы және машин learning туралы жалпы қысқаша ақпарат беріп өтейін. Бұл бізде алдағы уақытта қандай өзгерістер күтіп тұр технология саласында. Жалпы нақты жасанды интеллект, машин learning бұлар бизнес саласында қандай өзгерістер әкеліп жатыр. Сол туралы нақты айтып өтейін. Жалпы машин learning, жасанды интеллект бұлар бизнесте нақты шешім қабылдауға көмектесетін болады. Біз, яғни көптеген ақпарат бар бізде, және түбінде сол ақпаратқа қарап шешім қабылдау керекпіз. Соны жасанды интеллект өзі қабылдайды, немесе бізге ұсыныс жасайды, осындай шешім қабылда деп. Не үшін? Себебін айтайын, екі кейспен бөлісейін. Жаңа мен Google-дың конференциясына қатыстым, бір кішігірім. Ол жерде енді Американың екі үлкен компаниясының кейсін талқыладық. Жалпы NDA құпия ақпарат болғандықтан нақты қандай компания екенін айта алмаймын, бірақ Америкадағы ең үлкен компания машина өндіретін. Және екіншісі косметика саласындағы 9.000-нан астам қызметкері бар компания. Осы екі кейсті талдадық және базовый информациясын айтып өтейін. Біріншіден, машина өндіретін компаниялар қазір толық 100% өздері өндірмейді, оны білесіздер. Жан-жақтан жинап әкеледі бөлшектерін, қаншама бөлшектер бар. Оның бәрі логистика. Сондықтан жасанды интеллекттер, мысалы, әр бизнес процестегі нәтижеге қарап шешім қабылдауды жасанды интеллект реттеп отырады. Екіншіден, нақты логистика саласына келсек, жаңағы машина өндіретін компания қаншама логистика іске асырады, қаншама бөлшектер тапсырыс береді, және ол алыс жақын шетелдерден тапсырыс береді. Сондағысы оның шешетін мәселесі қандай маршрутпен келгені дұрыс, жаңағы келетін тауар, және қай компания тиімді бағаға жасайды. Сол туралы жылдам ақпарат жинап ұсыныс жасайтын болады. Және бұл жасанды интеллекттің қазіргі ең маңызды болып тұрған уақыты. Не үшін маңызды дегенде, қазір біріншіден әлемде қазір инфляция болып жатыр. Көптеген валюталар құнсызданып жатыр да. Сондықтан ақшаны үнемдеу керек. Ақшаны үнемдеу үшін эффективный шешімдер қабылдау керек болады. Сондықтан жасанды интеллект жылдам уақытта өте көп дерекпен жұмыс істеп, бізге қажетті шешім қабылдауға көмектесетін болады. Яғни инфляция біріншісі, екіншісі әлемде қазір өкінішке орай бір ел мен екінші елдің келіспеушілік жағдайлары болып жатыр. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз маршруттар өзгеріп жатыр, логистиканың. Соны дәл қысқа уақытта анықтап беретін болады осы жасанды интеллект. Қай маршрутпен келген дұрыс, қай жерде конфликттер болып жатыр, мысалы, ол жерде логистика онша емес деген сияқты. Үшіншіден, еңбек нарығына көмектеседі, яғни бизнеске нақты қандай адам керек, және ол келейін деп тұрған адамның қандай пайда келе алады, және кандидат нақты қандай пайда түсіреді, сол туралы анализ жасап, сізге шешім қабылдауға көмектесетін болады. Одан кейінгі бір кейс, ол косметика саласында. Косметика саласында, жаңа айтқанымыздай, 9.000-нан астам адам жұмыс істейді. Оның бәрін физически бақылап, қадағалау қиын. Сондықтан ол адамдарды нақты KPI, OKR болсын, жүйемен олардың жұмыс істеуі, кейінгі олардың эффективностін жылдам анықтау, соған қатысты жылдам шешім қабылдауға көмектеседі. Яғни сіз физически үлгермеуіңіз мүмкін, сонша 9.000 адамға шешім қабылдап, бірақ жасанды интеллект соның бәрін жылдам анализдеп шешім қабылдауыңызға көмектесетін болады.